Адам қияметке барған кезде білмей істеген күнәш үшін азаптала ма деген кезде ше, білмей істеген күнәш үшін Алла кешіруі мүмкін, білгісі келмей істеген күнәш үшін азапталады деген. Жігіттер, еркекше әңгіме ғой. Еркектер отырмыз ғой, әрқайсымыздың көкейімізде сұрақ бар. Біз бірақ оған жауап беруге қорқамыз. Неге? Жауап берсең көп нәрседен тоқтау керек болады да. Бір күні бір мешітке бардық, сұрақ жауап болып жатыр да. Екі жігіт отыр. Біреуі бүйтеді, арман ұстаз ортада тұр, адамдар сұрақ қойып жатыр да, мен шетте отырмын. Біреуі айтады, процентке ақша алып, агро теуге бола ма, болмай ма, сұрашы десе, екіншісі айтады, еп, твоймен жынсыз ба, болмайды десе қайтесің дейді да. Түсіндіңіздер ме сөздің төркінін? Сұрама, сұрасаң болмай қалады дейді. Сұрамасаң болады деп тұр да, короче. Көбіміздің көкейімізде сұрақтар бар. Бірақ біреуден сұрайын десеңше, қорқасын. Болмайды десе уже істемеу керек сияқты да. Ал ғалымдар айтады, адам қияметке барған кезде білмей істеген күнәш үшін азаптала ма деген кезде ше, білмей істеген күнәш үшін Алла кешіруі мүмкін, білгісі келмей істеген күнәш үшін азапталады деген. Білгісі келмеген қайсы? Сенде мүмкіндік бар, ана көкейіңдегі тұрған күмәнді не ары, не бері қылуға, бірақ сен сұрауға қорқасың. Сөйтесінде өз ойыңмен алып, соны жасай бересің. Ал енді жігіттер, сол нәрсені, сенің көкейіңде бір уайым бар ма, сұрау керек, не болар екен, үйтем екен, бейт. Бір көңіліңде күдік пайда болды ма, значит, бұл жерде не то, ол таза емес, ол анық емес. Ойға бір не то нәрсе келді ма, дәл сол нәрсе негізі дұрыс нәрсе емес. Осының ше жігіттер, нақты жауабына шығу керек. Не ары, не пам болу керек, не пропам болу керек. Ортада тұрсын ба, сен өз-өзіңді алдап жүрген адамсың. Осылай ортада жүрген адамдар көп та.